Түркістан облысының полицейлері тәртіп сақшыларына пара беруге тырысқан жүргізушілерді ұстады. Не дейсіз? Жол жабасында жүруші. Ол заңға қайшы ғой, білесіз ба? Шымкент-Самара тас жолында Түркістан облысы полиция департаменті өзіндік қауіпсіздік басқармасының қызметкерлері әкімшілік жауапкершілікке тартылмау үшін полиция қызметкерлеріне пара бермекші болған КамАЗ автокөлігінің жүргізушісін ұстады. Ол пара беру ретінде қаралатын құқыққа қарсы әрекеттер туралы патрульдік полиция тарапынан бірнеше рет ескертулерге қарамастан заң бұзған. Дәл осы күні Сарыағаш ауданында өзіндік қауіпсіздік басқармасының қызметкерлері тәртіп сақшыларына жол қозғалысы ережелерін бұзған үшін пара беріп құтылмақшы болған тағы бір күдіктіні ұстады. Яғни Сарыағаш ауданының тұрғыны ВАЗ автокөлігінің жүргізушісі өзінің құқық бұзған әрекеттерін жасыру үшін патрульдік полиция батальонының қызметкерлеріне ақша ұсынған. Мұның бәрі полицейлердің бейнежетондарына түсірілген. Хаттама түзіледі. Қол алысып амандасаяқтан ба? Не амандасаң еді? Ассалаумағалейкум. Бірдеңе ұсынып жатсыз ба? Иә. Жүргізушілерге қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің бірнеше бабы бойынша хаттама толтырылды. Құжатсыз жүру, қауіпсіздік белдігін тақпау, техникалық байқаудан өтпеу және тағы басқа. Қазіргі таңда екі күдіктіге қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 367 бабы 1 бөлігі пара беру бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Өз кезегінде Түркістан облысының полицейлері қызметтік міндеттерін атқару кезінде лауазымды тұлғаларға пара берген үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанын тағы да ескертеді. Сонымен қатар полиция қызметкерлері жүргізушілерді және басқа да жол қозғалысына қатысушыларды жол қауіпсіздік ережесін қатаң сақтауға шақырады. Жылдамдық режимін және маневр жасау ережелерін бұзбауға, қарсы қозғалыс жолағына шықпауға, қашықтықты сақтауға және ең бастысы мас күйде көлік басқармауға кеңес береді.